Сәлеметсіздер ме? Кіші жастағы балалардың ынтасын ояту мақсатында жаңа сабақты түсіндіру кезінде ойын әдісін қолданған өте тиімді болып табылады. Әлемдік пандемияға байланысты балалар қашықтықтан оқыту жүйесіне көшкені бұл заманауи техникалар мен программаларды тереңнен қолдануға үйретті. Сондықтан біз бүгінгі тапсырмада рөлге кіре отырып, қашықтықтан оқытуда балалардың сабаққа деген қызығушылығын оята отырып, мәліметтерді есте сақтауға үйретудің бір жолын көрсететін боламыз. Бүгінгі сабақ барысында мен мұғалім рөлінде болам, ал Саяра мен Нұрбибі оқушының рөлінде болады. Олай болса, бастаймыз. Good morning, children. Good morning, teacher. How are you? Fine. You are And fine. you? Thank you. I'm fine. Thank you. Балалар, біз бүгін осы уақытқа дейін өткен дене мүшелерінің ағылшынша атауын қайталайтын боламыз. Дене мүшелер деген ағылшын тілінде қалай болады? Body parts. Дұрыс айтасың, Нұрбибі. Олай болса, бүгінгі сабақты бастамай тұрып, мен сендерге Айбектің басынан өткен өте қызықты бір оқиғасын айтып берейін. Айбек мектепке келе жатқан кезде өзге ғаламшарлықтың кемесін көріпті. Ол кемедегі ғаламшарлықты көре салысымен сендерге тез көрсету мақсатында оның суретін салып алған. Сосын мектепке асығып келе жатқан кезде оның алдынан қаһарлы сиқыршы шығып қалыпты. Оның суретін алып, өзінің сиқырлы қоржынына салып қойыпты. Айбекке енді көмек керек болып тұр, оның көңіл күйі түсіп кетіпті. Ал бұл қоржынның ішінде... Қалай көмектесек болады оған? Айбекке көмектесеміз? Оған көмектесу үшін мына сандарды ағылшын тілінде ретімен айтып, ішіндегі тапсырмаларды орындау керек. Дайынбыз ба? Пайда. Таңдайықшы. Кім бірінші бастағысы келеді? Мен бастайыншы. Саяра, бастай ғой, бірінші айттың ғой. Бір санның ағылшыншасы бізде one. Дұрыс айтасың, қазір бір санның ішіне кіріп көрейік. Ол бала қандай дене мүшесін көрсетіп тұр? Басты көрсетіп тұр. Бастың ағылшыншасы бізде head. Дұрыс айтасың. Келесі, Нұрбибі? Келесі бұл екі саны, ағылшыншасы two. Дұрыс айтасың. Қандай дене мүшесі? Ол иықты көрсетіп тұр. Ол иықты көрсетіп тұр, ол иық ағылшынша shoulders. Shoulders. Дұрыс айтасың. Келесі сан бізде үш саны, үш санының ағылшыншасы бізде three. Бұл суретте тізенің ағылшыншасы? Ni. Дұрыс айтасың, ni. Ал екі тізе болса, nis деп айтамыз, е? Nis. Келесі санымыз? Бұл төрт саны, ағылшыншасы four. Төрт саны, ағылшыншасы four. Ішінде қандай дене мүшесі? Аяқтың саусақтары. Аяқтың саусақтары. Не деп айтамыз аяқтың саусақтарын? Оны toes деп айтамыз. Toes. Келесі бізде барлық балалардың жақсы көретін саны? Ол 5 саны, ол 5. Ой, балалар бұл жер тапсырма өзгешелеу екен, е? Бұны қалаймыз. Міне қараңдаршы балаларына белгілі көріп тұрсыңдар ма? Дұрыс айтасың, Саяра, ағылшыншасын табуымыз керек. Міне осы белгі қандай дене мүшені көрсетіп тұр? Ол жерде маңдайды көрсетіп тұр. Маңдайдың ағылшыншасы forehead. Дұрыс айтасың. Forehead. Келесі ол құлақты көрсетіп тұр. Құлақтың ағылшыншасы ear. Дұрыс. Келесі Саяра. Мұрынды көрсетіп тұр. Мұрынның ауызшасы ағылшыншасы nose. Дұрыс айтасың. Келесі бұл көзді көрсетіп тұр. Ағылшыншасы eyes. Ал келесі бізде ауызды көрсетіп тұр, оның ағылшыншасы mouth. Жарайсыңдар, балалар, қандай ақылдысыңдар, өзіміздің өткен тақырыптағы сөздердің ешқайсысын ұмытпапсыңдар. Жарайсыңдар. Келесі,
Енді бізде апай біз оларды күнде қайталап отырамыз ғой. Саяра осылай қайталап отырсыңдар, ұмытпайсыңдар, иә? Енді қараңдаршы балалар, мынау қандай Иә. сан? Ол 6 бізде соңғы сан ол 6, ағылшыншасы 6. Иә, балалар қараңдаршы, 6 санының сыртындағы пішіні өзгеше екен, иә? Ішінде не бар екен? Қызық болып тұр, сендерге қызық па? Иә, апай. Иә, қызық, ашайықшы. Сол жауабы болып қалар мүмкін. Дұрыс айтасың, Саяра. О, кім екен? Қараңдаршы. Өзге ғаламшарлықтың суреті, керемет екен сурет. Қызықты екен апай суреті. Иә. Кәдімгі қолдарын бүйтіп класс деп тұрған сияқты, керемет деп тұрған сияқты екен. Сұраққа жауап берген үшін сендерге осылай айтып жатыр, жарайсыңдар деп. Көрдіңдер ме? Балалар сендер сабақты жақсы оқығандар үшін өзге ғаламшарлық мақтап жатыр былайынан. Иә, апай оның қасындағы суретте конверт бар екен ғой, оның ішінде хат бар екен, ол ашыла ма? Көрейік. Ашып көрейік апай, қане. Ой, бізге өзге ғаламшарлық хат тастап кетіпті ғой. Қане, кім оқығысы келеді? Мен оқиыншы апай, мен оқиыншы. Мен оқиыншы. Good job, my friends. In the next lesson, I will come to you. Don't forget the name of the body parts. They will still be useful to us. Your friends from Mars. Бұл жерде апай бізге Марстан келген хат жазыпты ғой. Марстағы досымыз бізге хат жазыпты. Иә, дұрыс айтасыңдар. Балалар, сендер Марс деген қандай планета екен білесіңдер ма? Иә, оны сабақтардан көргенбіз, оның сырты Марстың қызыл болады ғой. Қызыл болады. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Енді біздің өзге ғаламшарлық өзінің хатында тапсырма берген екен, иә? Бүгінгі өткен қайталаған сөздерді ұмытуға болмайтындығы туралы және оны алдағы уақытта қолданатындығы туралы айтқан, иә, балалар? Иә, апай. Алда уақытта қолданамыз осыны.